Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Екен ба? Бізде бәрі күшті, керемет. Сіздерде қалай, бәрі дұрыс па? Жоқ. Всем привет. Болды. Иә, барлықтарыңызға сәттілік, иә. Осындай Қазір көпті көп ойда сөйлемей, скромная. Үндемей қалған. Бірақ екеуміз оңаша тағаған кезде сөйлесеміз негізі. Ойлап қалмаңыздар. Иә? Міне бізде осындай дайындық болып жатыр. Дима, бірдеңе айтып қоясыз ба? Бақытты болыңдар деп басқаны алдым. Осында айтып жатыр бізге. Міне деп студияға да келдік. Студия керемет болып тұр. Алла бұйырса жаңа жылдық аура. Скоро аз қалды өзі, аз қалды. Мына жерге елкалар примерно. Қалыңыз қалай? Сондай болады да. Бәрі сөйтеді, бәрі сторис салып жатыр. Сіздікі қайда? Мен уже өткізіп телефон. Сондай, в общем, скоро новогодний аура. Қалада бәрі уже дайындалып жатыр. Бізде бір рилс саламыз. Бүгін Алла бұйырса бір рилс түсірсем ба деп жатырмын. Бір крышаға шығып ба, бір дронмен ба, бір сондай дронмен өзім ұшып кетем ба, бір нәрсе түсіру керек болып жатыр. Күшті бір нәрсе, иә? Сен кәдімгідей кіріп кетіпсің, елестетіп. Сол, жақсы, бүгін бізбен бірге болыңыздар. Перизат пен Нонидің ара қатынасы қалай, не болып жатыр, сол туралы айтатын болады. Қызық болса 14:30-да Евразия телеарнасымен. Достар, менде бүгін осындай образ более повседневный, енді қанша күннен бері нарядный көйлектерді киіп, кішкене енді бүгін бір жеңілдеу киім киінші деген ой болды. Менің барлық киімдерімді негізі сұрап жатады, қайдан аласың деп көп қыз келіншектер. Енді мен парақшасын белгілеп жүрмін, және тағы да айта кетейін, барлығы негізі Айлин магазинінен выбор өте көп, повседневный киімдер болсын, нарядный, вечерний барлығын таба аласыздар, және өте қолайлы бағада, качествосы өте жақсы. Мен өзім енді жақсы әдемі киінгенді ұнатамын ғой, сондықтан да сіздерге де жаман нәрсені ұсынбаймын, сондықтан да сіздер де Айлиннен киімдерді алыңыздар, барлықтарыңызға енді күшті киімдер табылады. Достар, қазір мамаға пранк жасаймыз. Негізі Шатастырмайды. әсем орамалды да болу керек қой. Мен бұл. Қалай істейсің? Қазір жақсыздар ма? Ой, шайды өзің дайындап қоя беретін ғой, мама қалай істейсің? Келді тұрып қаталады ма? Достарына көбісі түсінбей жатқан жар әзіл ғой? Қалыңыз қалай, Сандуғаш? Жақсы. Сандуғаш, сіз өзіңіз жайлы естіген бір өтірік, өсек ақпарат. Осында айтатындай іш пыстырарлық қызықсыз қыз деген ақпарат. Мен өмірде мүлдем басқа. Ол ақпарат емес, ол сипаттау ғой жай ғана. Ал бір ақпарат болған ба еді? Ситуативный, жоқ, жалпы өміріңізде. Бір тұрмысқа шығып кеткен екен, немесе бір Жоқ, ондайға келмейді. ондай ештеңе болмаған. Я открытость болған екен, бәрі бір-бірімізді мен туралы бәрі біледі. Ондай көңілсізде жоқ болған екен. Болса да есіме түсіп тұрады. Ал құрметті достар, қазір мен сіздерге шұғыл ақпарат айтам. Бірі болмаса біріне керек болып қалар деген ниетте. Осы жылда барлық нәрселерді артқа тастап кету мақсатында, егер кімде-кімге арест шешу, графикке шығу, история тазалау, рейтинг көтеру және отсрочка алу деген сияқты жалпылама барлық онлайн қызметтер, егов қызметтерін көмектесу мақсатында осы төмендегі сілтемеге жазсаңыздар, сіздерге міндетті түрде көмектесетін болады. Осы жылда бүкіл проблемаларыңызды шешіп тастасаңыздар деген ниетім бар. Және де сенімді адам, сенім білдіріп жаза берсеңіздер болады. Қайырлы күн баршаңызға. Осындай күнделікті әдемі образдарымды маған Аса эксклюзив магазині ұсынып жүр. Сіздер де осыны нарядный, повседневный киімдер іздесеңіздер, как раз ол жақта 50%, 60% жеңілдіктер, қысқы киімдерге жеңілдіктер жүріп жатыр. Тіпті нарядный осындай киімдерді де скидкамен аласыздар. Парақшасын қалдырып өтемін, міндетті түрде алып үлгеріп қалыңыздар. Өте күшті киімдер, қысқы мерзімге және де корпоративке арналған киімдерді, осы бас киімдерді алып үлгере аласыздар.
Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін өзіме осындай Dyson Lux плойкасын заказ бердім. 10 минуттың ішінде өте ыңғайлы, керемет укладка жасай аласыздар. Уақыттарыңызды, ақшаларыңызды үнемдейсіздер. Және де градусын, направлениясын өзіңіз таңдап, өте керемет укладка жасап алуға болады. Барлық ақпаратты білу үшін парақшаға өтіңіздер. Амғай, қалдарыңыз қалай? Мен жолға шықтым. Бүгін мен мынаған кірпікті, мына красотаны құртып тұрған үшін шешірем деп шештім, потому что, нереально ұнамай қалдық. Ұнамады, по идее. Комплименттеріңізге рахмет, әрине, бірақ болмайды екен. Вот, и бүгін бізде бірнеше задача тұр. Ең бірінші біз кешке барып, кірпікті шештіргеннен кейін бізде съемка болады, концерт болады. Ол концертте ктк арнасынан беріледі, Әділ Ысқақ театрының. Сондықтан еще бір қызым дайын емес, потому что бізде енді жұмыс көп болғандықтан дайындап тұрып көрмедім, өтірік айтпай ақ қояйын, ондай моменттер болады, бірақ жауапкершілікпен бұйырса қыздардың способностьтарына сеніп алып шығамыз. И одан бөлек тағы съемкаға барамын Гүлназымға. Енді ол съемканың нәтижесін кейін көресіздер, бірақ оған дейін моменттермен сіздерге салып отыратын боламын. Сіздерге сәтті күн, енді тоже жақсылық бұйырсын. Короче, қарға құлатасыз. Қарға? Иә. Қой жаурап қалады, сосын ол. Ну енді мен де Нұржан бетін ұрмайтын шығар. Енді ол ауырмайды ғой. В смысле ауырмайды? Он вообще теріс нәзік десе. Травмалық. Ол бір жер ауырып қалса тағы да ойланып тұрмын да, давай басқа нәрсе чуть-чуть. Рахмет. Какое желание можно сделать ему странное? Какое можно ему желание придумать? Достар, цель подарить етіп. Үш адам жіберу керек, үш адам жіберіңіздерші. Эфирға байланысты ма сонда желание негізі? Я. Странный, благодарю. Я дейді. Камшат, рахмет, еще бір роза. Да. Орысша сөйлегенге мәз орыс дейді. Тағы бір роза бар. Давайте тогда так. Жан-жақты адаммын ғой сонда, жан-жақты. Бәсе. Бе дейді, өткен екеуі жарасады, біз сұрап жатырмыз ғой дейді.